Кейде өмірдің бір сәті адамды өз-өзінен алыстатып, жүрегінің түбінде ұйықтап жатқан сезімдерді оятатыны бар. Мен үшін ондай сәт өткен көктемде басталған еді. Мамыр айының бір шуақты күні еді. Жұмыстағы қыздар мен шай ішіп отырып, қыдырып келейікші деген айымның ұсынысы бәрімізді қызықтырып жіберді. Күнделікті тірліктің арасынан қашып, өзімізге аздап еркіндік сыйлағымыз келген шығар. Грузияға барайық деді Оля, қолындағы телефоннан суреттер көрсетіп. Табиғаты ғажап, елі мейірімді, тамақтары дәмді дейді. Сол сәтте бәріміздің көзіміз жанып кетті. Ұзақ жоспарлап жүріп, ақыры үшеу болып жолға шығуға бел будық. Мен 38-де 10 жылдан бері тұрмыстамын. Айым 40-та, Оля да сол шамада. Үшеуміз де әйелміз, анамыз, жұбайымыз, бірақ ішіміздің бір түкпірінде өзім үшін өмір сүргім келеді деген үн бар еді. Грузия бізді жылы қарсы алды. Тау арасындағы көк жасыл, көне қала Тбилисидің ауасы ерекше бір еркіндік сыйлағандай. Таңертең кофе ішіп, күндіз көшелерін аралап, кешке қыдырып жүрдік. Үшеуміз де күлкіден тыйылмай, өзімізді студент кезімізге қайта оралғандай сезіндік. Бір апта деген зыр етіп өте шықты. Соңғы күні айым. Қыздар, соңғы кеш қой, барынша көңіл көтерейік. Клубқа барайықшы деді. Оля бірден келісті. Мен аздап қымсынып қойшы, біздің жасымызда дегендей болдым, бірақ ішімде бір қызығушылық оянды. Ақыры көндім. Кешке сәнденіп шықтық. Тбилисидің түнгі шамдары, музыка, адамдардың еркін күлкісі, бәрі өзге әлем сияқты. Бізде көпшіліктің арасына сіңіп, музыка ырғағына ілестік. Айым әдетінше билеп жүр, Олямен бірге күліп, виноның жеңіл иісін сезіп тұрдым. Кенет жанымызға 3 жігіт келді. Қазақ екен, Ақтаудан әңгіме басталып кетті. Кішкентай ел болғанмен, осылай шетелде бір-бірімізді кездіргенде бауыр тартып кететінің бар. Сіздер де демалуға келдіңіздер ме? Деді олардың бірі, жылы жымиып. Есімі Дастан екен. Иә, жұмыс, үй бәрінен шаршадық деп жауап бердім мен. Сол сәтте оның көзқарасынан бір сыпайылық, бірақ терең қызығушылықты байқадым. Сырт көзге әдепті, салмақты, сөзін аңдап сөйлейтін жігіт екен. Қасындағылар Арман мен Макс, бұлар да көңілді, ашық мінезді. Уақыт өте вино үстелге қайта-қайта құйылып жатты. Әңгіме қоюланып, күлкі жиілеп, айналадағы шу бірте-бірте алыстай бастады. Мастық емес, жеңіл мас көңіл. Сол сәттегі еркіндік, шектеусіздік, ішкі босап кету сезімі. Бұрын соңды ондайды сезінбеппін. Біз жақын жерде пәтер жалдап тұрмыз деді Арман, кешті сонда жалғастырайық, ресторан жабылып қалайын деп тұр. Бұрын болса, мұндай ұсынысты естісем, бірінші болып бас тартар едім. Бірақ сол түні бәріміздің ішінде бір бүгін ғана деген сезім бар еді. Айым бірден, неге болмасқа, деді күліп. Осылайша кеш өзге арнаға бұрылды. Пәтер кең, 3 бөлмелі, жарық. Үстелге тағамдар, ірімшік, тағы да шарап қойылды. Біз отырып әңгімелестік, әзілдестік. Түн ортасы ауғанда айым ұйықтаймын деп бөлмеге кетіп қалды. Артынша Арман да ізінен кетті. Қалғанымыз мен, Оля, Дастан мен Макс. Оля да көңілді, ашық сөйлеп отыр. Ал менің ішімде бір түрлі сезім, қорқыныш па, әлде қызығушылық па араласып кетті. Дастанның қарасы, даусындағы сабыр, сөйлегенде көзіме тура қарайтын сенімділігі бәрі біртіндеп әсер етіп бара жатты. Сол сәтте көрші бөлмеден әлде бір дыбыс естілді. Қалған түннің тыныштығын жарып өткен әйелдің тұншыға шыққан демімен баяу ыңқылы. Бәріміз сәл үнсіз қалдық. Оля езу тартты. Ал менің жүрегім кеудемнен атқалақтап шықпақ болды. Ұялып бетім ду ете қалды. Бірақ сонымен қатар түсіндім, мен тірімін. Мен сезе алам. Дастан орнынан тұрды, маған қарап, үнсіз ымдады. Көз қарасында еш дөрекілік жоқ, жай ғана жүр деген ишара. Бір сәт мен өзімді екі әлемнің ортасында тұрғандай сезіндім. Бір жағымда үйім, күйеуім, балаларым. Екінші жағында осы бір бейтаныс қала, бөтен жігіт, әлде бір тартымды белгісіздік. Жоқ, болмайды дедім ішімнен. Бірақ аяқтарым өздігінен қозғалды. Бөлмеден шыққанда жүрегім дүрсілдеп, құлағымды жарып бара жатты. Коридордан өте бере, ашық тұрған есіктен көзім шалды, Айым мен Арманның бейнелері. Мен көзімді тайдырып, басымды бұрып өттім.
Сол сәтте өзімді бір шекарадан аттап кеткендей сезіндім. Дастан мені екінші бөлмеге ертіп кірді. Терезеден түнгі қала шамдары көрінеді. Әрқайсысы алыстағы жұлдыздай жанып, бір сыры бардай. Қаласаң қайтайық, деді ол сыбырлап. Мен ештеңеге мәжбүрлемеймін. Осы сөз менің ішімдегі бір тасты қозғап жібергендей болды. Неліктен екенін білмеймін, бірақ менің даусым да, денем де оған қарсы шыға алмады. Тек үнсіз тұрдым. Тыныштықты тек жүрек дүрсілімен алыстан естілген музыка ғана бұзып тұр. Сол сәтте мен оның қолының жылы табын сездім. Бір түрлі тыныштық орнады. Сол бір тыныштықта қорқыныш пен қалаудың, ар мен азғырудың, өмір мен сәттің арасы қылдай ғана екенін түсіндім. Түн ұзақ еді. Ал менің ішімде жаңа бір дәуір басталып келе жатқандай. Түнгі тыныштықтың өз үні бар. Ол кейде тым терең, тым анық, тіпті ар ұжданның даусындай естілетін сәттер болады. Сол түні дәл сондай үнді естідім. Қай сағат екенін білмеймін. Терезеден түсіп тұрған ай жарығы бөлменің ішін күміс түске бояп тұр. Үстел үстінде бос бокал, иісі сіңіп қалған шарап, әлдекімнің тастап кеткен жейдесі, бәрі де әлде бір оқиғаның дәлелі секілді. Басым ауыр, ал ойым бей-берекет. Дастан жанымда үнсіз жатыр. Ұйықтап қалған. Оның тыныс алысынан бір сабыр, бір сенімділік сезіледі. Ал менің ішімде дауыл. Бәрі қалай осылай болды? Қай тұста мен өзімді тоқтата алмадым? Мастық па, әлде көп жылдан бері ішімде үнсіз жатқан әйелдік нәзіктік пе, білмеймін. Осы сұрақтар маза бермей, орнымнан ақырын тұрдым. Жалаң аяқ күйі терезеге барып пердені сәл аштым. Белесидің түнгі аспаны ашық, қала ұйықтамағандай. Алыстан бір көше шамы жанып өшіп, дәл менің көңіл күйім секілді тербеліп тұр. Сол сәтте мен өзімді бөтен әйелдей сезіндім. Кеше ғана үйде балаларыма тамақ істеп жүрген, күйеуінің киімін жуып жүрген әйел енді мына терезенің алдында тұр. Басқаша кінәлі, бірақ тірі. Тірі екенін сезіну кейде ең ауыр сезім. Терең дем алып өзіме, бәрі бітті. Таң атып келеді. Осы түн ешқашан болмағандай ұмытылуы керек дедім іштей. Бірақ жүрек ұмыта ма? Дастан оянды. Көзін сығырайта ашып мен жаққа қарады. Суық тегізіп алмас үшін көрпеңді жап, деді сабырлы дауыспен. Оның даусында кінәрат жоқ. Тек қарапайым қамқорлық. Мен үндемедім. Жай ғана бас изедім де жейдемді киіп ас бөлмеге бет алдым. Кухняда жарық сөнбеген екен. Оля мен Айым күлісіп отыр. Олардың күлкісі еркін, жеңіл. Мен кіріп келгенде екеуі де маған бұрылды. О, ханшайымда оянды, деді Оля әдеттегі тік мінезімен. Айым болса көзін сығырайта қарап. Не, түн ұнады ма? Деді күліп. Мен олардың мысқылын түсіндім. Бірақ жауап қайтармадым. Жай ғана орындыққа отырып, үстел үстіндегі бос бокалдарға көз тастадым. Кеше бәрі көңілді, бәрі жеңіл көрінген. Ал енді жүрегімде ауырлық. Қыздар, қойыңдаршы, дедім ақырын. Бұл әңгімені айтпай-ақ қояйықшы. Айым иығын көтеріп күлді. Неге ұялып отырсың? Бәріміз ересекпіз ғой. Өмірде бір рет болса да өз еркіңмен өмір сүру керек, жан. Мен оның сөзін бөліп кеттім. Еркіндік бәрімізге керек шығар. Бірақ әркімнің еркіндігі өз шегінен аспау керек, дедім. Ойламаған қарап жымиды. Сен өзіңді кінәлап отырсың. Бірақ өмір кейде дәл осылай сындырады, сосын қайта құрайды. Мүмкін дәл осы түн сені өзгертеді. Олардың сөздері жүрегіме қадалып жатты. Бірақ дауласпадым. Тек ішімнен, мүмкін, иә. Өзгерем, бірақ қандай жағыма деп ойладым. Таң атты. Күн сәулесі пердеден сығалап бөлменің ішін жылытып бара жатты. Дастан менің қасымда үнсіз жүр. Екеуміз тым аз сөйлестік. Қоштасқанда ол, менің есімде қаласың, деді қысқа ғана. Менің тілім бармады ештеңе деуге. Тек бас изедім. Біздің топ сол күні тағы бір күнге Грузияда қалдық. Қаланың көшелерін араладық, бірақ менің ойым басқа жақта. Кешегі күлкі, әңгіме, еркіндік енді мағынасыз. Күннің жарығында бәрі тым шынайы көрінеді. Оля мен Айым бұрынғыдай әзілдеп суретке түсіп жүр.
Ал мен әр суретке түскен сайын ішімнен бір үміт, осы кадрдағы әйелді танымай қалсам екен деген тілекпен позаға тұрам. Кешке жақын біз теңізге бардық. Грузияның аспаны көгілдір, толқын баяу тербеледі. Мен жалғыз отырдым. Жел бетімді сипап, теңіздің иісі жүрегіме сіңіп барады. Сол сәтте өзіме алғаш рет шын сұрақ қойдым. Мен бақытты әйелмін бе? Жауап таба алмадым. Күйеуім көз алдыма келді. Оның сабырлы бейнесі, үйдегі жылылық, балалардың күлкісі. Бір сәт өзімді сол үйдің табалдырығында тұрғандай елестеттім. Егер бәрін айтар болсам, ол көзіме қалай қарайды? Ал айтпасам ше? Ар мен үнсіздік. Екеуінің арасы кейде бірдем ғана. Кеш бата қонақ үйге қайттық. Айым мен Оля бөлмесіне кіріп кетті. Мен балконға шықтым. Аспанда жұлдыз көп еді. Солардың арасында ең жарығы жанып тұр. Сол жұлдызға қарап тұрып, мен іштей сыбырладым. Бұл сапарды есімде сақтаймын. Бірақ бұл түн мен емес, мен оны жеңуім керек. Жұлдыз жанып тұрды. Ал менің жаным бір сәтке тыныштық тапқандай болды. Сол түні мен терең ұйықтадым. Бірнеше айдан бері алғаш рет бардым. Бірақ бәрі бұрынғыдай емес еді. Күйеуім менің өзгергенімді байқады. Бір түрлісің деді бір күні. Ойың басқа жақта сияқты. Бір нәрсе мазалап жүрме. Мен күліп, жай шаршаған шығармын дедім. Ол сенді. Мүмкін сенгісі келген шығар. Түнде төсекте жатқанда ол маған жақындады. Сол сәтте менің денем тоңып кеткендей қозғала алмадым. Ішімде қорқыныш емес, кінә. Ол маған жылы қолымен жанаса бастағанда, мен көзімді жұмып, өзімді жоққа шығарғым келді. Оның әр қимылы маған дастанды еске түсіріп, жүрегімді шымшып өтті. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Төбеге қарап жатып, оймен өз-өзімді тергедім. Неліктен бұлай болды? Не жетпеді маған? Мүмкін мен жай ғана әйел болғаным үшін кінәлі шығармын. Күйеуге, балаға, үйге берілген жылдар бойы ұмыт қалған өзімнің бір бөлігі, нәзік, әлсіз, сезгіш тұсым сол түні оянды. Бірақ ол ояну мені күйдіріп кетті. Жұмысқа барғанда да бәрі мені бұрынғыдай қарсы алады. Бірақ менің күлкім енді шынайы емес. Оля мен Айым да баяғыдай жазып, кейде күліп хабарлама жібереді. Бір күні Айым жазды. Қыздар, өткен сапарды еске алайықшы, өмірде сондай сәттерде керек қой. Мен ол хабарламаны ашып ұзақ қарадым. Жауап жазбадым. Түнде айна алдында тұрдым. Өз бейнеме ұзақ қарадым. Сол әйел мен бе? Қарашаның салқын түні, айнаның ар жағында тұрған өз бейнемнен жаттық сезіндім. Кенет көзіме жас келді. Бұл өкініш емес еді, бұл өзімді жоғалтып алған адамның жасы. Күндер өтті. Өмір баяу, бірақ сенімді түрде қалыпты арнасына түсе бастады. Күйеуім бұрынғыдай жылы, мейірімді. Балалар да мәз. Бірақ менің ішімде бір бос кеңістік қалды. Бір күні кешке күйеуіммен шай ішіп отырғанда ол күтпеген сұрақ қойды. Саған бәрі жақсы ма? Мен аң-таң болдым. Иә, неге сұрадың? Ол бір сәт ойланып, баяу сөйледі. Соңғы кезде сен көзіме қарамайсың. Бірдеңе бар сияқты. Бірақ мен сені қинағым келмейді. Білсең, мен саған сенем. Сол сәт менің жүрегім сынып түскендей болды. Көзімнен жас ыршып шықты. Ол қолымды ұстады, ештеңе сұрамады. Тек үнсіз отырды. Міне, осы үнсіздік мені ең қатты жаралады. Өйткені ол сенді. Ал мен сол сенімнің лайықтысы емеспін. Сол түні мен алғаш рет өзіме кешірім сұрап хат жаздым. Сен қателестің. Бірақ адам кейде қателік арқылы өзін таниды. Бұл түн сені бұзған жоқ, тек сенің әлсіз тұсыңды көрсетті. Бірақ енді сол әлсіздіктен мықтылық жаса. Хатты жазып бітіріп, жыртып тастадым. Бірақ сөздері менің ішімде қалды. Күндер өтіп жатты. Грузия жайлы естелік баяу алыстап барады. Бірақ кейде түн тыныш кезінде сол сапардың бір сәттері есіме түседі. Сол кезде жүрегім тағы бір рет сыбырлайды. Сен тірісің. Бірақ енді өміріңді қайта баста.
Сол түні мен терең ұйықтадым. Бірнеше айдан бері алғаш рет. Кейде ең ұзақ жол өзіңе қарай басталған жол. Менің сол жолым дәл Грузия сапарынан кейін басталды. Алғашқыда ол ауыр, тастай салмақты еді. Бірақ біртіндеп мен түсіндім, адамды құтқаратын өкіну емес, түсіну. Күз келді. Ағаштар сарғайып, Алматының көшелері салқын тарта бастады. Мен жұмыстан кейін жиі жалғыз серуендейтін болдым. Баяу басып, ойға шомып жүру маған тыныштық сыйлайтын. Әр бұтаның иісі, желдің үні, бәрі жаңа өмірдің белгісіндей. Бір күні саябақта отырғанда қасыма бір әже келіп отырды. Қолында ұсақ гүл шоғын ұстап алған. Кенет ол маған қарап, жымиып, «Білесің бе, қызым, өмірде ең ауыр нәрсе өзіңді кешіру» деді. Мен таңырқап қарадым. Неге айтып тұрсыз оны? Көздеріңнен көріп тұрмын. Кім білсін, жүрегіңде бір мың бар шығар. Тек ұмытпа, әр таң жаңа мүмкіндік. Ол кісі кетіп қалды, ал мен ұзақ отырдым. Көптен бері біреу дәл осылай жүрегімнің ішін оқып қойғандай әсер алдым. Сол кештен кейін мен өзіммен жұмыс істеуді бастадым. Күнделік арнап әр күнге сезімдерімді жазатын болдым. Бүгін өзімді жеңіл сезіндім. Бүгін кінә азайды. Бүгін ішімде тыныштық бар. Уақыт өте мен өткенге басқаша қарай бастадым. Грузиядағы түн енді мен үшін ұяттың символы емес, сабақтың, өзгерістің бастамасы секілді көрінді. Ол мені бұзған жоқ, мені оятты. Өйткені сол түні мен өзімнің әлсіз тұсымды таныдым, ал енді сол әлсіздікті қабылдап үйреніп келем. Бір күні күйеуіммен кешкі ас үстінде ұзақ сөйлестік. Ол да менің өзгергенімді байқаған. Сен біртүрлі тыныш боп кеттің деді. Бұрын көп нәрсеге уайымдайтын едің, қазір сабырлысың. Мен жымиып, мүмкін уақыттың сыйы шығар дедім. Ол бас изеді де баяу қолымды ұстады. Сол сәтте менің ішімде жылу пайда болды. Махаббат кейде жаңа емес, қайта табылған тыныштықтан туады екен. Сол сәтте мен оның жанында отырып іштей сыбырладым. Мен саған адал болуға қайта үйреніп жатырмын. Мүмкін мені кешірмессің. Бірақ мен өзімді кешіру жолындамын. Бірнеше айдан кейін Айым мен Оля кездесуге шақырды. Кафеде кездестік. Баяғыдай емес, бәріміздің жүзімізде өмірдің салмағы бар. Айым күлді. Есіңде ме, Грузиядағы сол күндер? Кейде сағынам. Еркіндік еді ғой. Оля қостады. Иә, бірақ сол еркіндік әркімге әртүрлі әсер етті. Сендерге де оңай болмаған шығар. Мен баяу жымидым. Иә, өмір сол сапардан кейін маған көп нәрсе үйретті дедім. Не үйретті? Деп сұрады Айым. Адам өз шекарасын білмей еркіндікке ұмтылса, сол еркіндік өзіне қарсы шығатынын. Ал ең шынайы еркіндік өзіңді түсініп, өзіңмен тату болу дедім. Олар үнсіз қалды. Әркімнің ойын өз көзіңнен оқуға болады. Сол сәтте үшеуміз де ішімізден бір-бірімізді түсіндік. Сол түннен кейінгі өмірім баяу, бірақ сенімді түрде қалыпты қалпына келді. Мен күйеуіммен қайта жақындастым. Ол маған тағы да сенім артты. Мен енді бұрынғыдай асықпаймын, ренжімеймін. Өйткені өмірдің ең үлкен сабағы өзіңе адал болу. Кейде түнде терезеден аспанға қараймын. Сол Грузияның жұлдыздары есіме түседі. Бұрын олар маған күнә мен әлсіздікті еске салса, енді мүлде басқа, тыныштықтың, қабылдаудың нышаны секілді көрінеді. Бір күні балам қасыма келіп, «Анашым, сен соңғы кездері бақытты көрінесің» деді. Мен оны құшақтап, «Иә, балам, мен шын мәнінде енді ғана өзімді түсіне бастадым» дедім. Осы сөздермен ішімдегі бар ауырлық кетіп жеңіл тыныс алдым. Сол түн менің өмірімнің бұрылыс нүктесі еді. Ол мені жойған жоқ, қайта оятты. Мен енді өзімнің кемшіліктерімді, әлсіз тұстарымды қабылдаймын. Кешірім сұрауды үйрендім, өзгеден емес, өзімнен. Өйткені шынайы кешірім өз жүрегіңе айтылған сөз. Сол күннен бастап мен өзімді жаңа парақтан бастадым. Жарық таң сияқты таза, тыныш өмір.